Баршаңызға сәлем. Біз бүгін күнделікті жасап жүрген гречкамызды жасаймыз. Өте қарапайым. Сәбізімізді ұсақтап тураймыз, майдалап, осылай. Дәл видеода көріп отырғандарыңыздай осылай турап аламыз. Пиязды 4-ке бөліп осылай тураймын. Сарымсақ. Қатты майдалап турамай қойса болады. Осылай турасаңыздар да болады, дәмі күшті шығады болады. Бір ыдысқа салып аламын. Енді картоптарымызды 4-ке бөліп осылай майдалап тураймыз. Көп затты қажет етпейді. Етсіз өте дәмді болып шығады. Картоптарымызды осылай турап аламыз. Картоптарымды турап алдым. Енді осыны майда қуыратын боламыз. Енді қазанға майымызды құйып алып, осылай сарымсақ, пияз, сәбізімізді салып қуырамыз. Енді үстіне картопымызды салып, бір рет араластырып жібереміз да, дәмдеуіштерімізді саламыз. Қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприка, тұз саламыз. Мен әр жағында жұмыртқа пісіріп жатырмын. Осы жұмыртқаны да осы тағамға қосатын боламыз. Томат пастасын да қосып жібердім. Енді жуылған, тазаланған гречкамызды саламыз. Жуып тазалап дайындап қойдым алдын ала. Гречкамызды салып, үстіне суымызды құямыз. Енді буға пісіреміз. Осындай болып пісіп шықты. Гречкамыз өте қарапайым тамақ. Жұмыртқамды тазалап алдым. Осылай сәндеп қойдым бетін. Ас болсын.